Төртінші сабақ. Сабақты бастаудан алдын каналға тіркеліп, видеоға лайк басып қояйық. Сендерге тапсырмалардың жауабын ауызша айтып кетемін. Ана тілім ардағым, сөйлеу мәдениеті. Түрлі жағдаяттарға сыпайы сөздерді қолдануды үйренемін. 15-ші тапсырма. Сұрақтың жауабын тауып диалог тұтылып тұр. Біздің отбасымыз, отанымыз қалай аталады? Біздің отанымыз Қазақстан деп аталады. Қазақстанда қандай ұлттар бар? Тұрады. Қазақстанда орыс, қазақ, өзбек, татар, ұйғыр, түрік және тағы да басқа ұлттар тұрады. Қазақстан Республикасының мемлекеттік тілі қай тіл? Қазақстан Республикасының мемлекеттік тілі қазақ тілі. Осы диалогты өздерінің порталастарыңмен, болмаса достарыңмен айтуларыңа болады. 16-шы тапсырма. Мәтінді тиісті дауыс ырғағымен оқы. Мен тыныс алуға сәл кідірдім. Отырғандар мадақтап ала жөнелді. Ой, азаматым, мынау бір өнерлі бала ғой. Қатырып оқиды екен, тамаша оқиды екен, деп қолпаштап жатыр. Міне, жыр да оқылып бітті. Ой, көп жаса. Бір жасың мың болсын. Өнеріме сүйсінген жұрт, кәне, енді құбыланды оқышы, деп өтініш жасай бастады. Мәтіннен қолпаштау және алғыс сөздері бар лепті сөйлемдерді теріп жаз. Бұл мәтіндегі қолпаштау және алғыс сөздері бар лепті сөйлемдер: ой, азаматым, мынау бір өнерлі бала ғой, қатырып оқиды екен, тамаша оқиды екен, ой, көп жаса. Бір жасың мың болсын. Кәне, енді құбыланды оқышы. Осы сөздерді көшіріп жазып аламыз. Үлкен кісіге өзіңмен жасты балаға, өзіңнен кішілерге ризашылығыңды білдіруде қай сөзді қолданасың? Рахмет, алғысым шексіз. Мен бұл жерде екі сөздерді қолданамын. 17-ші тапсырма. Суреттерге қара. Балалардың әрекеті дұрыс па? Олардың орнында сен болсаң не істер едің? Балалардың әрекеті дұрыс емес. Балалар ең алдымен үлкендерге жол беруі керек. Үлкендерді өз орындарына отырғызуы керек еді. Төмендегі жағдаяттарға тап болсаң не істер едің? Сыныптасыңа телефон шалып едің, тұтқаны үлкендердің бірі алды. Осындай жағдайда не істер едің? Мен бұндай жағдайда сыныптасымды не істеп жатқандығын сұрап, қолы бос болса телефонға шақыруын сұрар едім. Ең алдымен сәлемдесіп, және өз досымды телефонға шақыртар едім. Амандасып, өзіңді таныстырып, жолдасыңды телефонға шақыруын өтінесің. 19-ші тапсырма. Суретке қара. Жол ережесін бұзуға болмайтыны туралы оқушыларға кеңес беріңдер. Бұл жерде балалар көліктің алдына шығып өтіп бара жатыр. Жол ережесін бұзып өткендігі туралы суретте көрсетілген. Осымен бүгінгі сабақ аяқталды. Сендерге тапсырмалар түсініксіз болған болса, комментарийға жазып кетеміз. Және видеоға лайк басып, каналға тіркелуді ұмытпайық.